Армысыздар әйел әлемі арнамның тыңдармандары. Бұл оқиға ақ сақалдың қарғысына ұшырап, сал болып ауырып, кейіннен өмірден өткен келіншектің тағдыры жайлы. Оқиға ізімен баяндалуда. Бұл оқиға мен келін болып түскен ауылда болған еді. Ата-енем Нәзипа қайтыс болды дегенді естіп, жарықтық неше жыл жатты. Қуатбай марқұм қай жылы қайтып еді? Пәлі 20 жыл өтіп кетіпті ғой десіп жатты. Ол кісі кім еді деген сауалыма енем мына әңгімені жырдай қылып айтып берген еді. Көпшілікке мысал болсын деп, осы материалды Алаш айнасы газетіне жіберіп отырмын. Ауыл шетінде тұратын Қуатбай қария қарттығына қарамастан, таяғына сүйеніп, күн сайын құдыққа мал суаруға өзі келетін көрінеді. Қария құдықтан суды қауғамен тартып, науаны асықпай толтырып, содан соң бар малын айдап әкелетін көрінеді. Күндердің күнінде Қуатбай қарт айналып келгенше, науадағы су жылан жылағандай болып, қарияға тізелері дірілдеп, күшін сарқып, қайтадан 40 рет иіліп бүгіліп су тартуға тура келетін көрінеді. Және бұл құбылыс күн сайын айнымай қайталана береді екен. Бір күні Қуатбай, мен әзірлеген суды кім ішіп кетеді өзі деп, науаны толтырған күйі орнынан тапжылмай сол жерде тосып отырады. Сол мезетте қотанның екінші жағынан қой сиырын айдап Нәзипа шығады. Нәзипа осы ауылға жаңа түскен келін екен. Шаруаға тап-тұйнақтай, пысықтығымен ел аузына ілігіп қалған келіншек деседі. Бірақ мінезінің шайпаулығы да байқалмай қалмаған. Нәзипаның малы келе сала астауға қойып кетеді. Осы сәтте қалтыраған қария: «Әй қарағым, мен сияқты қартайып тұрған жоқсың. Менің осыншама қиындықпен алған суыммен малыңды суғарғаның не? Менің малым ішіп алған соң келсең де болмайды ма?» депті. Осы кезде Нәзипа қартқа қарап: «Әрекет сақалыңды ұрайын қақпас» депті. Нәзипа сонда шімікпестен атаға сөз қайтарыпты. Келіншектің сөз ұқпасын түсінген қария бұдан былай құдық басынан өз малы әбден су ішіп болғанша айналшықтап күтпей құдықты торауылдаумен болыпты. Бір күні қарияның малы құдықтағы суды ішпей үдере тұрып қалады. Бұларға не болды деп суға үңілсе, судың бетінде қызылды-жасылды май қалқып жүргендей болады. Сөйтсе, әлдекім тап-таза құдыққа кәрәсін құйып кетіпті. Кімнен келген озбырлық екені белгілі. Құдай-ай, атам қазақ, су ішкен құдығыңа түкірме демеп пе еді? Құдық басынан жылап оралған Қуатбай қария үйге келген соң мүлде отыра алмайды. Шұғыл киініп, ат арбаға жайғасқан қарт, бәйбішесінің қайда кеттің дегеніне қарамай, зиратқа деп қысқа қайырады. Ата-бабаларының қорымына келіп, тым ұзақ күбірлеген ақсақал: «Сақалыма тиіскен пәлекетті өздеріңе тапсырдым» деп дұғасын аяқтайды. Осыдан кейін көп ұзамай ауыл жұрты Нәзипа сал ауруына шалдығыпты деген хабарды естиді. Туыстарының апармаған жері қалмай, елде бар дәрігер мен бақсы-балгерлерді түгел аралапты. Сонда да аурудың беті қайтпайды. Жамбасы тесілген Нәзипа тәубасына түсіп, қатесін түсінген болар. Қуатбай қарт дәм тұзы таусылып, о дүниеге аттанар шағында алдына Нәзипаның қайнағалары келіп: «Уа ата, келінімізге кешу беріп кеткейсің, көресісің көрді ғой» депті. Сонда ауыр демалып жатқан ақсақал: «Айналайындар, енді үлгермеймін-ау, демім таусылып барады. Мен кешірім беру үшін қайтадан ата-бабалар қорымына барып дұға оқуым керек. Оған енді хәлім келмейді. Ертерек келулерің керек еді, кешіктіңдер» деген екен. Сол жатқаннан Нәзипа 20 жыл жатып, өмірдің еш қызығын көрместен, бейнеттен көз ашпастан көз жұмды. Менің естігенім осы әңгіме еді. Өмірде мұндай жайттардың болатынына, дұғаның күшіне сонда қатты иланғаным бар тұғын. Атадан қалған асыл сөзден алынды. Дыбыстап оқыған Жазира Төлешова.